Өздеріңіз білесіздер, осыдан 32 жыл бұрын сонау ауған жерінде өздерінің жауынгерлік борышын абыроймен атқарған ағаларымыз елге оралды. Еліміз, Қазақстанымыз көркейе берсін. Осы жауынгерлер, ауған соғысының жауынгерлері қазір біздің экономикамызды, біздің еліміздің жас ұрпақтарды түссе де біз жеңе білетін халықпыз. Жеңіп те келе жатырмыз. Соның үшін бұл дүнияда біздің жаңғыз отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан.